ісіңізді бастауға бел буған болсаңыз, онда оны қалай ұйымдастыру керек екенін егжей-тегжейлі жоспарлап алыңыз. Бұл ретте сізге бизнес жоспар көмектеседі. Бизнес жоспар тек сіз несие алғалы жатқан қаржы институты үшін ғана емес, алдымен өзіңізге керек. Бұл жайлы бүгінгі сабағымызда әңгімелейтін боламыз. Бизнес-план, само за себя слово говорит, это планирование самого бизнеса. Любая деятельность, которая, будь то стартовый бизнес или это действующий бизнес развития, он прежде всего понимает и представляет собой это на первоначальном этапе это планирование. Для чего оно нужно? Для того, чтобы на первых этапах понять, вообще нужен ли этот бизнес, для чего он нужен и будет являться ли доходным, и как он будет дальше развиваться. То есть любой бизнес, да, любая цель любого бизнеса – это, в первую очередь, максимализация прибыли. Это закон экономики. Бизнес жоспар сіздің жобаңызды бағалауға мүмкіндік беріп қана қоймайды. Бұл сонымен қатар жеке бизнесіңізді бастау туралы қадамдық нұсқаулық. Онда шығындардың егжей-тегжейлі есебі беріледі. Ғаламдық және жергілікті мақсаттар, сондай-ақ оларды жүзеге асыру қадамдары анықталады. Бизнес-планы, они по своей сущности могут быть разные по своему содержанию. В зависимости от той категории, для кого этот бизнес-план предназначается. То есть, либо это бизнес-планы, да, какие-то финансовые институты за обращением за займы, либо это может быть условно для привлечения денежных средств в виде инвестиций, да, в виде каких-то инвесторов, либо, допустим, предоставление бизнес-плана на какие-то государственные, это местные органы для получения каких-то земельных участков, участия в каких-то программах, получения субсидий и так далее. Бизнес жоспарда қандай да бір тармақтар мазмұндалуы керек деген нақты талаптар жоқ. Бірақ жалпыға ортақ құрылымы бар. Осы орайда біз осы бөлімдерді таныстырып өтпекпіз. Қазір сіздерге мысал ретінде пневматикалық тир ашу жобасының әрбір бөлімі туралы айтпақшымыз. Бірінші бөлім. Бизнес жоспардың түйіндемесі. Әдетте ол соңында жазылады. Өйткені онда басқа бөлімдердегі барлық ақпараттың басы біріктіріледі. Бұл жерде жобаны жүзеге асыру келешегі мен мерзімі көрсетілуі тиіс. Түйіндеме – бұл қысқартылған бизнес жоспар. Біздің мысалда түйіндеме келесідегідей. Бірінші, ұйым атауы мерген пневматикалық тирі. Екінші, ұйымдық құқықтық нысаны жеке кәсіпкер. Үшінші, компания ұсынатын қызметтер, спорттық құрал жабдықтарды жалға алу, ойын-сауық қызметтері. Төртінші, локация, Талғар қаласы. Бесінші, қызметкерлер штаты, 2 адам. Алтыншы, бастапқы капитал, 1 миллион теңге. Жетінші, ағымдағы шығыстар, 280 мың теңге. Сегізінші, өтімділік мерзімі 5 ай. Тоғызыншы, нарықтық бәсекелестік, төмен. 10-шы, қызметтерге сұраныс орташа. 11-ші, айлық кіріс 500 мың теңге. 12-ші, айлық шығын 280 мың теңге. 13-ші, айлық таза пайда 220 мың теңге. Екінші бөлім, өнім мен қызметтің сипаттамасы. Бұл бөлімде сіз өз өніміңізді немесе қызметіңізді, оның бірегейлігін және ерекшелігін, қандай технологиялар пайдаланылатын болады және тағы басқалары егжей-тегжейлі сипаттауға тиіссіз. Мерген пневматикалық тирі клиенттерге ақшаға, нысаналарға қарай атуға мүмкіндік береді. Бір рет ату 200 теңгеге теңеседі. Сондықтан келуші 1000 теңге төлеп 5 рет атуға және жүлде ұтып алу мүмкіндігіне ие болады. Сондай-ақ тир бір адамнан сағатына 5000 теңгеге шектеусіз атуға мүмкіндік береді. Қару 6 винтовка, 6 тапанша. Үшінші бөлім. Маркетинг және өнімдерді немесе қызметтерді сату. Сіздің тауарыңыз бен қызметтеріңізге деген сұраныс қанағаттанбағандығын дәлелдеуге тиіс болатын өте маңызды бөлім. Сондай-ақ сіз өз өніміңізді тұтынушыларға қалай сататындығыңызды және нарықтың сараптамасын көрсетуіңіз қажет болады. В первую очередь, наверное, если у него есть, да, там, скажем так, наверное, знакомые или друзья, которые занимались, у которых магазин, да, я бы, наверное, пошел бы к ним, спросил, да,
примерно по масштабам понял бы, что такое примерно магазин в том же поселке условно или там в другом поселке, потому что понятно, что поселок и город — это разные масштабы бизнеса. И разная специфика, разные покупатели, разный ассортимент продукции, да, город, село — это разное. Поэтому нужно понимать, что в первую очередь нужен потребитель. Я пошел бы в соседний магазин условно, там, или в соседнем селе, посмотрел бы, что продается, спросил бы, да, примерно, сколько они платят зарплату, допустим, продавцу, какой ассортимент продукции примерно пользуется спросом. И примерно, самое главное, какая маржа на каждый продукт. Потому что маржа в среднем, она, там, ну, в зависимости, конечно, от спроса и там, от конкуренции, она имеет свою специфику, там, ну и товара, там, да, какой скоропортящийся, нескоропортящийся товар. Пошел бы, посмотрел ассортимент продукции, посмотрел бы, да, что он продает, примерно там, какие нужны затраты на вот это все, оборотный капитал, да, чтобы все это закупить. Қазіргі уақытта Талғар қаласында екі тир бар, спецназ және жебе. Бірінші мекеме мерген компаниясы үшін тікелей қауіп төндірмейді, себебі бұл арбалеттік садақ тирі. Жебе мекемесі жақындау, бірақ ол клиенттер ағынын жеңе алмайды. Мерген әлеуметтік желілерде топтарды жүргізу, абонементтерді сату, мерекелік және мерейтойлық жеңілдіктер жасау, сыртқы жарнамаларды рәсімдеу, парақшаларды басып шығару және тарату, сарафан радиосы арқылы қызметтер көрсетумен айналысады. Маркетинг және нарықты сараптау туралы толығырақ 13-ші, 14-ші, 15-ші және 20-ші нөмірлі сабақтардан біле аласыздар. 4-ші бөлім – өндірістік жоспар. Мұнда өндірістің үдерісі сипатталады, яғни ол үшін не қажет? Бәлкім ғимарат немесе үй-жай, құрал саймандар, көлік, жол білікті мамандар, коммуникация құралдары болады. Как ты будешь управлять этим бизнесом? Кто будет управлять? Ты будешь это делать сам, либо ты наймешь какого специалиста? Нужны ли тебе технологии? Количество сотрудников, которые у тебя будут работать, количество рабочих, продавцов, менеджеров, еще кого-либо. То есть вот это вот все, в принципе, отображается в бизнес-плане. Мерген тирі ойын-сауық мекемесі болғандықтан бұл жерде ірі өндірістік жоспардың болуы мүмкін емес. Біз бұл жерде тек 2 қызметкер, арнайы дүңгіршек, 6 тапанша, 6 винтовка ғана керек екеніне назар аудартқымыз келеді. 5-ші бөлім – ұйымдастыру жоспары. Бұл тармақта сіздің компанияңыздың ұйымдық құрылымы, қызметшілер, кадрлық саясат, жұмыс кестесі туралы айту, сондай-ақ жобаны іске асырудың күнтізбелік кестесін ұсыну қажет. Сонымен қатар өзінің кәсіби тәжірибесі мен мансаптық жетістіктерін көрсету керек. Біз бағаны бар кестені толтыруымыз керек. Нөмір, дайындық кезеңі, мерзімі, жауапты, нәтижесі. Кесте шамамен мұндай болмақ. Іс-шара сипатталады, нақты мерзімдер көрсетіледі, жауапты белгіленеді және соңғы бағанада осының бәрінен күтілетін нәтиже сипатталады. 6-ші бөлім – қаржы жоспары. Там прописываются полностью все финансы твоего бизнеса, сколько ты заработаешь, сколько в целом, какие у тебя будут расходы, то есть опять же там какие издержки у тебя производства будут, издержки распределения твоего, то есть реализации, то есть надо тебе возить эту продукцию. Нужны ли какие-то еще затраты для того, чтобы продавать эту продукцию? Возможно, тебе понадобится машина для того, чтобы привозить сырье, либо машина для того, чтобы продавать твою продукцию, доставлять ее до конечного потребителя, либо до твоего клиента. И вот все расходы, все твои издержки, они прописываются в финансово-экономическом разделе, все налоги, которые ты будешь оплачивать. И в конце получится твоя прибыль, сколько ты заработаешь на этом. И это даст тебе понимание бизнеса на будущее. То есть сколько ты будешь получать в день, в месяц, в год или там, на 10 лет. Опять же, какие требуются для этого финансовые ресурсы, то есть сколько будет стоить твой бизнес, сколько потребуется тебе денег для того, чтобы построить его. Бұл бөлімде біз кестеде бір рет қосымшаларды көрсетеміз. Бұл жабдықтар мен құрал саймандар сатып алу, косметикалық жөндеу. Сонымен қатар біз ағымдағы шығындардың кестесін жасаймыз. Бұған алаңды жалдау, қызметкерлердің жалақысын, коммуналдық төлемдер мен салықтар сияқты шығындар кіреді. Мерген тирінің кірісі айына 500 мың теңгені құрайтын болады. Шығыс 280 мың теңге, таза пайда 220 мың теңге. Бастапқы инвестиция шамамен 5 айдан кейін өтеледі.
Жетінші бөлім – тәуекелдер мен кепілдіктер. Бұл бөлім жобаны іске асыруға байланысты барлық тәуекелдерді қамтиды. Тәуекел туралы толығырақ біздің 47-ші нөмірлі сабақтан көруге болады. 8-ші бөлімде барлық анықтамалық және қосымша құжаттаманы қоса беру қажет. Тіркеу құжаттарының көшірмелері, өнімге арналған құжаттар, маркетингтік талдау деректері, компанияның қаржылық есептілігі және басқа да қажетті құжаттар. Бизнес жоспарды кәсіби компанияларға тапсырыс беру арқылы жасатуға болады. Мұны онлайн жасай аласыз. Мысалы, мына сайттарда. Бірақ олардың қызметтері ақылы және бағасы жобаның күрделігіне және сіз ұсынатын деректерге байланысты. Орташа баға 50 000 теңгеден басталады. Интернетте көптеген дайын бизнес жоспарларды табуға болады. Іздеу бөліміне дайын бизнес жоспар сөзін енгізіп, қазақстандық және ресейлік сайттарды қарап шығыңыз. Кейбір бизнес жоспарларды сатып алуға болады, бірақ тегіні де жеткілікті. Нақтырақ айтар болсақ, территория бизнесі сайтында жаңа бастаған кәсіпкерлерге көмек бөлімінде сұранысыңызды қанағаттандыруыңыз ықтимал. Сонымен қатар, ондаған типтік бизнес жоспарларды даму қорының сайтынан ала аласыз. Кез келгенін тегін көшіріп, оны өзіңіздің ыңғайыңызға бейімдеуге болады. Бұдан басқа, сіз бүкіл Қазақстан бойынша орналасқан Атамекен кәсіпкерлер палатасының кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығына келіп, бизнес жоспарды құру бойынша ғана емес, сонымен қатар заң, бухгалтерлік, салық және басқа да мәселелер төңірегінде тегін кеңес ала аласыз. Бұдан басқа, жаңадан бастаған кәсіпкерлер үшін бір бизнес жоспарды тегін жазу қызметі қарастырылған. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы сайтынан табуға болады. Бастау және жас кәсіпкер жобаларының қатысушыларына қолдау көрсету аясында бизнес жаттықтырушы тегін бизнес жоспар құруға көмектеседі. Дұрыс жасалған бизнес жоспар сізге инвесторды тартуға және сіздің жобаңызды іске асыру үшін қаржы алуға көмектеседі. Сонымен қатар бизнес жоспар сізге өз бизнесіңізді барынша тиімді және пайдалы болу үшін қалай дұрыс құру керек екеніне нақты жолдарын қарастырады. Сіздерге сәттілік тілеймін.